Сәлем, мен сіздерге бүгін осындай рогаликтердің рецептін бөлісетін боламын. Үй жағдайында өте оңай дайындауға болады, ал шай ішкенге ең таптырмайтын зат деп айтсам болады. Ең алдымен біз қамырын дайындап қоямыз. Қамырды қыздар ертерек дайындап, холодильникке салып қойып, 2-3 күннен кейін қолдансаңыз да болады. Ұнымызға осындай теркадан мұздай сармайды өткіземіз де, жақсылап крошка жасап аламыз екеуінен. Жақсылап араластырамыз, бірақ тез жұмыс істейміз қыздар. Сармай қатты еріп кетпеуі қажет. Крошка жасап алғаннан кейін ванильный сахар қосасыздар. Мен иісіне байланысты қосамын, сіздер қоспасаңыздар да болады. Үстіне 1 шай қасық разрыхлитель қосасыздар, және де мен барлық заттың мөлшерін описанияға қалдырамын. Және де мынау сметана. Сметананың майлылығы ешқандай маңызды емес, майлы сұйықтығы еш маңызды емес. Осы заттардың барлығын араластырып, қамыр илеп аламыз. Негізі баста бірікпеуі мүмкін. Кішкене қолмен жұмыс істеген кезде қолдың жылылығымен сармай еріп, кішкене басы бірігеді. Осылай көп илеудің қажет жоқ. Басы біріккеннен кейін целлофанға салып, морозилькке немесе холодильникке кем дегенде 2 сағатқа қойып аламыз. Алғаннан кейін дайын қамырымызды 6 бөлікке бөлеміз. Өйткені кішкентай әдемі рогаликтер шығу керек, сондықтан үлкен болмас үшін 6 бөлікке бөліп дөңгелетіп аламыз. Міне дайын болған қамырлар. Тез жұмыс істейміз қамырмен, сары майын ертіп жібермейміз қыздар. Осылай жайып аламыз. Жұп-жұқа қылып жайып аламыз да 8 бөлікке немесе 12 бөлікке бөлесіздер. 8 бөлікке бөлсеңіздер үлкенде, 12 бөлікке бөлсеңіздер сәл кішілеу болып шығады. Мен сізге видеоның соңында 8 бөліктің және 12 бөліктің көлемін көрсететін боламын. Мынау 8 бөлікке бөліп алып, енді ішіне начинкасын салып, начинка кез келген зат болуы мүмкін. Менде вареная сгущенка және варенье қостым. Сіздер шоколадный пастамен де жасасаңыздар болады. Дәл осылай рогалик қылып орап шығамыз. Болды, барлығы дайын. Пергамент қағаз төселген табаға салып, бетіне ештеңе жақпаймыз. 160 градуста 35-40 минут пісіреміз. Ал піскеннен кейін ыстық күйінше, қыздар, барынша ыстық күйінше сахарный пудраны немесе ванильный сахар қосып жіберсеңіздер болады, мен сияқты. Осыған аунатып дайын қылып аламыз қыздар. Қыздар, менің арнама жазылып алыңыздар, өйткені өте керемет торттардың, дәмді тағамдардың рецептері өте көп. Және де колокольчик басып алсаңыз, мен әрбір видео салғанда сізге SMS барып тұрады. Видеоларым ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментария қалдырып жүріңіздер. Міне осындай. Мына бірінші көрсетіп жатқан мына кішкентайы 12 бөлікке бөлгенім, ал үлкендеуі 8 бөлікке бөлінгендер қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңыз міндетті түрде бағалайтыны анық.